компьютерлік сауаттылық курсы ағытпалар тақырыбы. Ағытпалар дегеніміз ол компьютерге түрлі перифериялық құрылғыларды қосуға мүмкіндік беретін интерфейстер. Олар заман талабына сәйкес әрине жаңарып отырады. Мысалы, мұнда сіз USB порты сияқты порттар таныс болатын болса, COM порт, мына жердегі тіпті VGA-ның өзі, немесе пернетақта мен тінтуірді қосатын осы сияқты ағытпалар біртіндеп тарих қойнауына кетіп бара жатыр. Енді ағытпалардың жалпылама екі түрі болады. Оларды мама және папа деп бөледі. Енді бұл жерде бәрі түсінікті деп ойлаймын. Ең алдымен бірінші біз бейнеге қатысты ағытпаларға көз жүгіртейік. Олардың ең алғашқысы қарапайым ауызекі тілде тюльпан деп аталады. Осындай 3 кабель. Байқап отқандарыңыздай, оның біреуі видеоға, қалған екеуі оң жақ және сол жақ аудио каналға жауап береді. Бұларды сіз ескі видеомагнитофоннан немесе Dendy сияқты бір ойын приставкалары бар болатын болса, солардан көруіңіз мүмкін еді. Бұл ағытпа аналогтық форматта жұмыс істейді, ал қазір көбісі цифрлық форматқа көшіп жатқандықтан ақырындап ескіріп жатыр бұл ағытпа. Одан кейін сізде VGA деген ағытпа. Бұны сіз проекторлерден, компьютеріңізден, мониторды қосатын ағытпалардан көруіңіз мүмкін еді. VGA Video Graphics Array. Кейін HDMI. HDMI ағытпасының мынау мама ағытпасы, мынау кабель, яғни папа ағытпасы. Ал мынау оның негізгі түрлері. Мынау толыққанды HDMI деп аталады. Кейін кішірейтілген түрлері HDMI mini, HDMI micro. Барлығының жұмыс істеу қағидасы бір, тек қана сыртқы форматы ерекше. Көбінесе бұл көлемнің кішіреюімен байланысты, яғни үлкен компьютерлерде толыққанды HDMI қоюға мүмкіндік бар болатын болса, ал корпусы әлдеқайда кішірек ноутбуктерде HDMI mini немесе тіпті HDMI микроны қояды. HDMI High Definition Multimedia Interface. Келесі бізде DisplayPort. DisplayPort'ың да дәл алдындағы HDMI сияқты толыққанды нұсқасы және де кішірейтілген нұсқасы бар. Ары қарай біз аудио ағытпаларды қарастырамыз. Алдарыңызда аудио ағытпалардың мама ағытпа түрі. Оған көбінесе микрофон, дыбыс колонкалар немесе 5-те-1 дыбыс жүйесі бар болатын болса, яғни 5 түрлі колонкадан тұратын, соларды қосуға қолданылады. Және де соған сәйкес папа ағытпалары, олар құлаққап, яғни наушник, микрофон, жаңа атап өткендей дыбыс колонкалары қолданылады. Олардың өзі түрлі форматта болады. 2,5 мм бұлар қазір өте сирек қолданылады. Көбінесе 3,5 мм ағытпа қолданылады, ал кейбір арнайы дыбыс аппаратураларында осы үлкен 6,35 мм ағытпа қолданылуы мүмкін. Көбінесе сіз осындай жұптасып келетін, яғни құлаққап пен микрофонға арналған ағытпаларды көруіңіз мүмкін, немесе осы екеуі комбинацияланған күйде бір кабельде орналасуы мүмкін. Келесі бізде қуаттау ағытпасы. Ол келесі түрде болады. Бұны тек қана компьютерден емес, сонымен қатар тұрмыстық техникадан да жиі көруіңіз әбден мүмкін. Келесі ағытпа түрлері ол картридерлер. Фотоаппараттардың, ұялы телефондарыңыздағы түрлі форматтағы карточкаларды компьютерге қосуға арналған құрылғы картридер деп аталады. Олар осы суретте көрсетілгендей сырттай қосылатындай болып келуі мүмкін, немесе ноутбук компьютеріңізде бірден өзіне орнатылған түрде кездесуі мүмкін. Келесі бізде ең көп, ең жиі тараған ағытпа түрі ол USB. Оның бірнеше түрі бар. Ең жиі кездесетін осы USB A форматы. Осындай 4 бұрышты болып келеді. Көбінесе қосатын флешкаларыңыз, түрлі құрылғыларыңыз осы форматта қосылуы әбден мүмкін. Келесі Type B. Ол ең жиі кездесетін жері принтерларды жалғаған кезде кездеседі. Мынау да USB Type A, бірақ көк түсті болып келуінің себебі ол жаңа форматы USB 3.0 деп аталады. Өзінің жоғарғы жылдамдығымен ерекшеленеді. USB mini
2000 жылдың басындағы телефондарда қолданылды. Микро USB 2010-нан бергі телефондарда да қолданып келеді, бірақ оны біртіндеп осы USB-C форматы ығыстырды. USB-B форматы өте сирек кездеседі, кейбір ерекше құрылғыларда ғана көруге болады. Бір атап кететін жайт, USB-C форматы қазір көп құрылғыларда қолданып келеді, және де көп елдер заң жүзінде құрылғыларда осы формат қолданылуын, тіпті осы формат қана қолданылуын, яғни басқа ешқандай ағытпаның түрі қолданылмауын заң жүзінде бекітіп жатыр. Сіздің бейнеңізде, яғни алдыңғы слайдтарда көрсетілген бейнені тасымалдау ағытпаларының орнында да осы USB Type-C қолданылуы мүмкін, қуаттаудың орнында да осы қолданылуы мүмкін. Сондықтан осы USB Type-C форматы қазір көптеген ағытпаларды біртіндеп ығыстырып жатыр. Келесі сырттай қосылатын ағытпалар, оларды USB хаб деп атайды. Сырттан қосылатын осындай түрлі форм-факторда орындалады. Оның ішінде тек қана USB-лар емес, сонымен қатар түрлі қажетті ағытпалар болуы мүмкін. Бұндай құрылғылардың сұраныста болуының бірнеше себебі бар. Оның негізгі себебі қазіргі заманауи жұқа ноутбуктарда көптеген қажетті ағытпалар бола бермейді. Сол себепті осындай сырттан қосылатын ағытпалар қажет болады. Немесе сіздің компьютеріңіздегі ағытпалар ыңғайсыз жерде орналасуы мүмкін. Яғни компьютеріңіздің жүйелік блогының арт жағында оған әркез белгілі бір құралдарды қосу ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Ал осындай жиынтықты жаныңызға ыңғайлы жерге қойып, бірден оңай әрі тиімді қолдана аласыз. Келесі ағытпа ол RJ45 немесе Ethernet деп аталады. Оны сіз интернет кабелін қосқан кезде байқай аласыз. Немесе телекоммуникация бағытында жұмыс істесеңіз, сол кезде коммутатор, маршрутизатор сияқты құрылғыларды бір-бірімен қосуға дәл осы Ethernet кабелі қолданылады. Ерекше ағытпалар, олар көбінесе белгілі бір құралға немесе белгілі бір компанияның өзінің ерекше шығарған ағытпасы болады. Мысалы, Apple компаниясының iPhone смартфонында қолданылатын ағытпалар ерекше болады, яғни олар тек қана iPhone-ға жарайды, және басқа да ешқандай құрылғы оған қосыла алмайды. Мынауда дәл сол Apple компаниясының MagSafe деп аталатын өздерінің ноутбуктарына арналған ағытпасы, оларды көбінесе проприетарлы деп атайды, яғни тек қана арнайы белгілі бір құрылғыға ғана арналып жасалады. Атап өткендей, бұлар біртіндеп қолданыстан шығып жатыр, және де заң жүзінде бұларды да шектеп, барлығын бір стандартқа алып келіп жатыр. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіздер.